дәмді әрі аз уақыт ішінде дайын болатын шығыс тәттісі рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасасаңыздар болады. Түскі шай уақытына не болмаса кешкі шайға жасасаңыздар аз ғана уақыттарыңызды алады. Бізге керектігі сары май бөлме температурасында болғаны дұрыс. Мен 2 жұмыртқа қостым, себебі 2 қалыпқа жасауым керек болды. Сіздер 1 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Аз ғана мөлшерде қантымызды қосып, майымызды, қантымызды, жұмыртқамызды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Қажетті мөлшерде ұнымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Әдемі міне осындай көріп тұрғандағыңыздай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып иленіп шығады. 30 минутқа тынған қамырымызды жақсылап әдемілеп жаятын боламыз. Оның көмегінсіз жайылған қамырды қалыбымызға саламыз. Қалыптың астын майласаңыздар да болады, майламасаңыздар да болады, жабыспайды. Және вилкамен әрбір жерін бір тесіп қоямыз. Себебі жасалған қамырымыз көтеріліп кетпес үшін, жан-жағынан ісініп көтеріліп кетпес үшін тесіп қойғанымыз дұрыс. Және кептірілген жидектерді салып, әдемілеп әсемдейміз. Орехымызды салып, және кептірілген жүзімдерімізді салып, болашақ пирогымызды әдемілеп сәндейміз. Және үстіне қойылған сүтімізді құйып, сгущенка былай айтқанда тегістеп, орехымыздың, салмамыздың беті жабылғанша әдемілеп тегістейтін боламыз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. Әр нәрсе өз мөлшерінде болғаны дұрыс. Әдемілеп салып, 200 градустағы пешке салып, 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне өте дәмді пирог болып шықты. Ас болсын.